Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті YouTube арнамның көрермендері. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалу жолы өте оңай баклажан салатын дайындайтын боламын. Ол үшін ең алдымен баклажандарымыздың барлығын біркелкі етіп, осылай домалақ етіп турап аласыздар. Егер де бұлай домалақ ұнамаса, ұзынша етіп турап алсаңыздар да болады. Одан соң баклажандарымызды ыдысқа салып, үстінен су құйып, шамамен 15-20 минуттай тындырып қоямыз. Сонда баклажанның бойындағы артық қышқылдарын су өзіне тартып алатын болады. Оған дейін біз керек заттарымызды дайындап аламыз. Менде шамамен 4 баклажанға 3 жұмыртқаны шағып дайындап алдым. Үстінен тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң баклажанымыздың суын төгіп, құрғатып, қазір майға салған кезде кішкене май шашырамас үшін осылай құрғатып, ұнға аунатып алсаңыздар болады. Және де қышырлап керемет болып шығады. Ұнға аунатып, артық ұндарын осылай қағып тастаймыз. Енді ұнға аунатып алғаннан кейін жұмыртқаға аунатып аласыздар. Одан кейін қызып тұрған майымызға салып, екі бетін қызарғанша пісіріп аласыздар. Оттың астын орташа етіп қойып, қатты қоюға да болмайды. Баклажанымыз тез пісіп, арасы қатты болып қалуы мүмкін. Одан соң майымыздан осылай құрғақ салфеткаға қойып алсаңыздар, майды өзіне тартып алатын болады. Енді арасына жағатын керек заттарын дайындаймыз. Ең алдымен сарымсақты осылай езіп немесе майдалап турап аласыздар. Және де үстінен майонезімізді салып, екеуін жақсылап араластырып дайындап аламыз. Енді помидорымызды барлығын баклажанның көлеміне қарай осылай қатты дәу емес, орташа көлемдегі помидорды таңдағандарыңыз дұрыс. Және де помидорды қатты қалың етпей, осылай жұқалау етіп турасаңыздар, баклажанның дәмімен өте жақсы үйлесетін болады. Кейде баклажандардың арасында помидорлар қалың болып жүреді. Негізінде осылай жұқалау болғаны жақсырақ. Енді арасына соусын жағып отырып, яғни кремін жағып отырып, кезек-кезек орналастырып аламыз. Ең бірінші баклажанымызға осылай дайындап алған кремімізді жағып, үстінен помидор қойып, дәл солай тағы да жаңағы баклажанымызды да кремін жағып дайындап аламыз. Барлығын дәл солай жасап шығасыздар. Өте оңай және де жеңіл салаттардың бірі. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басыңыздар. Каналымды қолдап тіркеліп қойыңыздар. Және де қоңырауша белгісін де басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің жаңа видео рецепттерім шықса, сіздерге бірден көрінетін болады.